Жасыратыны жоқ. Бұрын дәретханада газет оқысақ, қазір бәріміз телефонмен кіреміз. Түсіндіріп кетейін. Психологтар мұны жалғыз қалудан қорқу деп түсіндіреді. Өйткені адам жалғыз қалғанда ғана өз-өзіне сұрақ қойып ішкі диалог құрады. Бұлар миға енді ойлан деген белгі береді, ал ойлануды ми жақсы көрмейді. Екіншіден, адам миы қысым кезінде назарды басқа нәрсеге аудару арқылы өзін тыныштандыруға талпынады. Сондықтан тикток, анекдот, мем, кез келген жеңіл мазмұн іздейді. Нейропсихологияда бұл құбылыс дофаминдік цикл деп аталады. Иә, уақыт өткізу деп жүрген дүниеңіздің бәрі миды жаймен шірітетін механизм болуы мүмкін. Сондықтан бәлкім унитаздың жанында тоқ көзі бар болса, алып тастау керек шығар.